Ассалаумағалейкум, біз бүгін капуста по-корейски, яғни корей қырыққабат деп аталатын салатты даярлайтын боламыз. Бұл салатты дайындау әдісін ұлты кәріс кісіден қарап үйренген болатынмын. Ол үшін ең алдымен шағын бір қырыққабатты аламыз және түбіндегі қатты түбін кесіп алып тастаймыз. Қырыққабатымызды 4 бүрішті етіп турап аламыз. Туралған қырыққабаттарымызды үлкен бір ыдысқа саламыз. Кейін бір-біріне жабысқан қабаттарын барынша ажыратып тастаймыз. Және бір ас қасық тұз себеміз де жақсылап қолымызбен араластырып тұрып аламыз. Және бір 30 минутқа қалдырамыз. Сол уақыт аралығында бір сәбізді үккіштен үгіп, ұзынша етіп өткізіп даярлап қоямыз. 30 минут өткеннен кейін ыдыстың ішінде қырыққабаттың астында шырыны шыққан болса, соны төгіп тастағандарыңыз жөн. Кейін дайын тұрған сәбізімізді саламыз үстіне. 2 сарымсақты сарымсақ езгіштен езіп саламыз. 1 шай қасық қызыл ащы бұрыш саламыз. 1 шай қасық паприка. 1 шай қасық қуырылған кориандр саламыз. 2 шай қасық қант саламыз. Салатымызға әдемі түс беру үшін куркума жарты шай қасық саламыз. Куркуманы көп салмаңыздар, ол салаттың дәмін мүлдем өзгертіп жібереді. Және қызып тұрған 30 мл майды, ыстық майымызды қызған, міндетті түрде қызыл ащы бұрыштың үстіне құямыз. Кейін 2 ас қасық 9% сірке қышқылын құямыз да барлығын жақсылап тұрып араластырамыз да бетін жауып салқын жерге қоямыз. Немесе тоңазытқышқа 1 күнге салып қоямыз. Міне біздің корей қырыққабаты дайын болды. Корей қырыққабаты шамамен 1,5-1 күнде дайын болады. Және де дайын болған салаттарды осындай 1 рет қолдануға арналған контейнерлерге салып сақтаған өте ыңғайлы. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандай 3 порция шығады. Ұнаса каналға, YouTube арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.